Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен өткен тақырыпты, яғни тригонометриялық формулалары тақырыбын қайталайтын боламыз. Және де қайталамас бұрын сіздерге мен бүгінгі сабаққа сәттілік тілегім келеді. Сіздер көріп тұрғандай, бүгінгі сабақтың тақырыбы тригонометрия формулалары, мақсаты тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау. Келесі кезекте тақтаға назар аударсаңыздар. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыз тек сандар мен формулалардың жиынтығы емес, ақыл-ойдың үлкен саяхаты болсын. Сендерге тілейтінім, өмірлеріндегі қуаныш пен табыс квадраттық функциядай қарқынмен өсіп, ал қиындықтар мен кедергілер нөлге ұмтылсын. Әр істерінің дискриминанты әрдайым оң болып, кез келген тығырықтан 2 есе тиімді жол таба біліңіздер. Білімге деген құштарлықтарыңыз ешқашан айнымайтын тұрақты шама болып қала берсін. Тағдырларының теңдеуі тек оң шешімдерден құралып, армандарыңыздың графигі тек биікке экспоненттар секілді өрлей берсін. Бүгінгі сабақта логикаларыңыз өткір, зейіндеріңіз ашық болсын. Яғни сіздерге мен бүгінгі сабақта тілейтінім, логикаларыңыз өткір болсын, және де ойлау қабілеттеріңіз жоғары дәрежеде болып, барлық есепті сәтті орындауларыңызға тілектеспін. Және ең үлкен тілегім бүгін 10 балл алып шығуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Келесі. Бірінші топқа бөлініп алсақ, сіздер тақтаға жақындап, интербелсен тақтаға жақындап, келіп автоматтық сайт арқылы 2 топқа бөлінесіздер. Жақындаңыздар, бірінші топ келіңіздер. Екінші топ келіңіз. Ал құрметті оқушылар, сіздер 2 топқа бөліндіңіздер. Еркін дала перзенттері және де мәңгілік ел жастары. Мәңгілік ел жастары және де еркін дала перзенттері бүгінгі сабаққа қандай мақсат қойып жатыр екен? Еркін дала перзенттері, бүгінгі сабаққа қандай мақсат қоясыздар? Қолдануды үйрену. Рахман, қандай сабаққа мақсат қоямыз? Тригонометриялық формулаларымен жақсырақ танысу. Жақсырақ танысу. Әдемі, қандай сабаққа мақсат қоямыз? Тригонометриялық формулаларды жақсырақ білу. Білу, керемет. Келесі, мәңгілік ел жастары өздеріне қандай мақсат қояды екен бүгінгі сабаққа? Аяулым. Тригонометриялық. Синус, косинус, синус, котангенс бәрін формулаларын жаттау. Формулаларын жаттау және қолдану. Керемет. Келесі. Формуламен жақсы жұмыс жасау. Күшті, керемет. Формулаларды жақсырақ білу. Мәңгілік ел жастарының мақсаты осындай екен. Бүгінгі сабақ барысында осы мақсаттарға жету үшін біз жұптық, топтық және жеке жұмыстар атқаратын боламыз. Сіздерден тек қана белсенділік керек. Енді келесі кезекте сіздер 2 топта маған жақындасаңыздар, сабақты, яғни формуланы еске түсіру мақсатында сіздерге кішігірім интерактивті ойын ойнатсам. Келіңіздер. Сәйкестендіру ойыны. Келіңіздер. Ойынды түсіндіретін болсам, сіздерде бірінші үстінде өрнек беріледі. Өрнектің жауабы сіздерде 2-ші қатарға түседі де, және де сол өрнек пен сол жауапқа сәйкес әріпті қоясыздар. Сонда сіздерде бүгінгі сабаққа қатысты сөз шығады және де формулалар шығады. Сол арқылы сіздер алдыңғы сабақта өткен білімдеріңізді еске түсіресіздер. Түсінікті ғой? Жақындаңыздар. Келіңіздер, еркін дала перзенттері өздеріңізден 2 оқушы келсін. Келіңіздер, мәңгілік ел жастары 2 оқушы келіңіздер. Міне, оңай есептер шығаруға болады, ал міне бірлесіп отырып жұмыс жасаймыз. Неге қоясыңдар ма?
Ya keremet duruz. Sizler duruz ya, ko'rishlarimizni tekshirdingizlar. Sa'ykes ekan javoblari? Ya, javoblari sa'ykes. Keremet. Endi shu vaqt bitdi. Sizlarning жұмыстарыңыз ma'gan unadi. Keremet. Qanday so'z chiqdi? Trigonometriya. Qanday formulalarмен жұмыс jasadingizlar? Tangens және котангенстің формулаларымен жұмыс жасадыңыздар. Керемет, өздеріңізге 1 балл қоясыздар. Ал топта отырғандар үй жұмысын тексердіңіздер, бәрі дұрыс па? Ешкімде қиындық туған жоқ па? Жоқ, сіздерде бәріңіз өздеріңізге 1 балдан қоясыздар. Болды, жайғасыңыздар. Өздеріңізге 1 балдан бәріңіз қойып шығыңыздар. Керемет, тақырыпты меңгердіңіздер. Бүгінгі күн ретін қоямыз. Бүгінгі күн ретін қоямыз. Тангенс альфа тең. Неге тең? Синус x бөлінген косинус x. Келесі үшіншісі. Котангенс альфа неге тең? Косинус x бөлінген синус x. Келесі қандай? Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең бірге. Себебі екі бөлшек бір-біріне көбейтіледі де қарама-қайшы болғандықтан не істеп кетеді? Қысқарып кетеді. Косинус пен косинус, синус пен синус содан бір қалады. Келесі қандай формула білеміз ба? Бір бөлінген қандай? Косинус квадрат альфа. Бір қосылған тангенс квадрат альфа. Керемет. Тағы қандай білеміз тағы? Тағы қандай білеміз? Оны айтылды. Осы формула синус квадрат альфа тең бір қосылған котангенс квадрат. Керемет оқушылар, бүгін біз осы 6 формуламен жұмыс жасайтын боламыз. Кездесі кезек бізде топтық жұмыста. Топтық жұмыс бойынша сіздерге дискриптор бойынша 4 балл берілетін болады. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді біледі. Қосу формуласын қолданады. Келтіру формуласын қолданады. Арифметикалық амалдар қолданады. Сіздерге қазір мынандай триго құрастырғыш авторлық сайтын беремін. Осы бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Міне сіздерге QR-ды сканерлейсіздер және де формулаларды, арифметикалық амалдарды орындайсыздар. Топтасып отырып орындайсыздар. Маған бір ғана жауапты көрсетесіздер. Топтасып бір жауапты көрсетесіздер. Сіздерге берілген міне кішігірім тақта бар. Осыған жазып көрсетесіздер. Түсінікті ғой? Мына бір тақтаға барлығыңыз бірге ақылдасып жасаңыздар. Сол кезде 4 балды аласыздар. Тең дейтін жоқ қой. Топтың әр мүшесі жұмыс жасап жатыр. Қыздар, жігіттер, уақыт аяқталды. Тездетеміз. Керемет, еркін дала перзенттері. Керемет, екінші топта бізде бітті. Бірінші топ тақтаға шығайық. Келіңіздер, тұрыңыздар мұнда. Өз жұмыстарыңызды құрғаңыздар. Келіңіздер, топ мүшелері бәріңіз. Жауаптарыңыз ұнаса,
Алатын 4 балдан бөлек сіздерге сәтті купон беретін боламын. Түсінікті ғой? Орында оқи қойыңыздар. Еркін дала перзенттер тобы. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Косинус альфа бөлінген синус альфа тең котангенс альфа. Бір алдайтылған синус квадрат альфа тең косинус квадрат альфа. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең 1. Бір бөлінген косинус квадрат альфа тең 1 қосылған тангенс квадрат альфа. Құрастырғыш бойынша сіздер дұрыс құрастырып шықтыңыздар ма? Екінші топ қалай ойлайсыздар? Қараңыздар. Дұрыс құрастырып шықты ма? Дұрыс па? Иә, барлық 4 балды аласыздар. Одан бөлек керемет жылдамдықпен уақыт жағынан үлгерген және де топ мүшелерінің бәрі қатысқан жауапты нақты берген топ болдыңыздар. Сондықтан міне сіздерге сәтті купон. Өздеріңізге 4 балл қойыңыздар. Міне бағалау парақтарына. Керемет жайғасыңыздар. Өздеріңізге 4 балл қойыңыздар. Аты жөндеріңізді жазыңыздар. Және үй жұмысының 1 баллы бар, оны да қойыңыздар. Келесі екінші топ келіңіздер. Біз QR арқылы сандарды бірін-біріне біріктіріп формула шығардық. Ол жерде бізде байқап тұрғаныңыздай 5 формула болды. Біріншісі бізде, екіншісі яғни ауыспалы болғандықтан оны жазған жоқпыз. Енді формулаларыңызды оқыңыздар. Қандай формулалар құрастырдыңыздар? Синус альфа квадрат, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 1. Және де тангенс квадрат альфа тең синус альфа бөлінген косинус альфаға. Тангенс квадрат альфа тең синус альфа бөлінген косинус альфа дейді. Дұрыс па, Рахман? Жоқ, квадраттарын ұмытып кеттік. Несі дұрыс емес? Тангенс квадрат альфа тең синус бөлінген косинус дейді. Синус пен косинуста немесе квадрат қою керек еді, немесе тангенстен алып тастау керек еді. Келесі. Және де косинус квадрат альфа тең 1 минус синус квадрат альфаға. 1 тең тангенс альфа көбейтілген косинус котангенс альфа. Келесі. Синус тең тангенс көбейтілген косинус. Себебі тангенсті егер ашатын болсақ не болады? Синус альфа бөлінген косинус альфа. Косинус пен косинус. Иә. Сосын не қалады? Синус қалады. Керемет. Бірақ бір жауаптарыңыз дұрыс болмады, бір формулаларыңыз. Сондықтан сіздер өздеріңізге 3 балдан барлығыңыз қойып шығасыздар. Тоқтаңыздар, бұл жерде тағы да бағалау парағына үй жұмыстарыңыздың 1 балын қоясыздар. Осы топтық жұмыстың 3 балын қойып шығасыздар. Сіздер топтық жұмыс кезінде конструктормен, яғни формула конструкторын қолдану арқылы жұмыс жасадыңыздар. Бірінші топ 4 балл, екінші топ 3 балл алды. Ендігі кезекте бізде жұптық жұмыс. Дескриптор негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді біледі, қосу формуласын қолданады, арифметикалық амалдар қолданады. Жалпы 3 балл және де жұптық жұмысты сіздер өздеріңіз жұптасып орындайсыздар. Сол жұптың жауабын маған жіберетін боласыздар. Оны онлайн жасанды интеллект өзі тексеретін болады. Түсінікті ғой? Жұптасыздар. Сіз екеуіңіз бірдесіздер, сіз екеуіңіз бірдесіз. Орындаймыз. Уақыт тығыз. Жұптаса отырып, әртүрлі жұбымен арқыласып орындаңыздар. Себебі мен қазір сұрақ қойған кезде жұбыңыз жауапты білмей қалса, сізден де балды алып тастайтын боламын. Тақтаға оқушы шығарайық, тақтамен жұмыс жасау үшін. Тақтамен жұмыс жасайтын оқушыда тура жұптық жұмысты орындап жатқан оқушылар секілді 3 балға ие болады. Келесі кезекте тақта скан арқылы оқушы таңдайтын болса, ал бізде тақтаға Мадияр шығады екен.
Bizde taxtaskan Madiyarды таңдаған болатын. Madiyardың жұбы өркенді де шақырайық, себебі бұл кісілерде теңдей мүмкіндік сіздермен бірдей болу керек, 3 балды алуға. Және де сіздерге түсіндіретін болсам, Madiyar, өркен, сіздер виртуалды әлемде тапсырма орындайтын боласыздар. Madiyar көріп оқитын болса, өркен сіз жазасыз. Өркен сіз көретін болсаңыз, керісінше Madiyar жазады. Екеуіңіз ақылдасып, тақтамен жұмыс жасап, есепті шығарасыздар. Түсінікті ғой? Жүріңіздер Madiyar тақтаға. Madiyar, оқыңыз. Оқыңыз. Bir az aytılgan Бір аз айтылған sinus kvadrat alfa. синус квадрат альфа. Косинус kvadrat alfa. Косинус kvadrat alfa. Қосылған ба? Қосылған косинус квадрат альфа. Келесі Sinus alfa астына синус альфа. 2 bölüngen 1 қосылған sinus. Қиындық туып жатыр ма? Неге шығарылмады? 1 минус синус квадрат альфа неге тең? Неге тең? Косинус квадрат альфаға. Мына жерде косинус квадрат альфа көбейтілген котангенс квадрат альфаны. Мына жерде котангенс квадрат альфаны біз косинус квадрат альфа бөлінген синус квадрат альфа деп ала аламыз ба? Иә, тепе-тең түрлендіру керек. Сіздердегі бүгінгі тақырыптың мақсаты да осы. Тепе-тең түрленdiruді білу керек. Сонда тең косинус квадрат альфа көбейтілген не болады? Косинус квадрат альфа бөлінген синус квадрат альфа. Сосын қысқармайды. Алымда тұрған стандарт не істелмеді? Көбейтіледі. Сонда менен не шығады? Косинус 4 альфа болады ба? Квадраттары қосылады. Косинус 4-ші дәрежелі альфа болады. Бөлінген синус квадрат альфа болады. Сосын мынау косинусты алып кеп қоямыз. Қосу болады. Қосу косинус квадрат альфа. Міне жауаптарыңыз осы болу керек еді. Бір есеп шықпады, бір есеп шықты. Өздеріңізге 2 балдан қойыңыздар. Madiyarға, өздеріңіз қойып жүрген 2 балдан өздеріңізге қойыңыздар. Уақыт осымен бітті. Жұптық жұмыс аяқталды ма? Кім шығарды? Оқыңыздар. Зинур Жанары жұбы бізде біткен екен, оқимыз жауаптарды. Bir az aytılgan kosinus kvadrat alfa bölüngen sinus көбейтілген kosinus alfa. Cevabı tangens alfa. Екінші, sinus alfa көбейтілген жақшашылған tangens alfa қосылған kotangens alfa жақша жабылды. Bir az aytılgan kosinus kvadrat alfa bölüngen sinus alfa көбейтілген kosinus alfa тең болады tangens alfa. Алинор, келісеміз ба? Үшіншісін Алинор оқыңыз. Kosinus alfa көбейту tangens alfa қосу tangens alfa Неге тең болады? бірге тең. Бірге тең болады. Керемет, отырыңыздар. Өздеріңізге біздер жұптық жұмыс бойынша 3 балл қойылу керек болатын. 3 балдарыңызды. Ұлым және Нұрсезім жұбы, тұра қойыңыздар. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа бөлінген 1 тең 1 шығады. Жақша ішіндегі бір азайтылған косинус квадрат альфа бөлінген синус альфа көбейтілген косинус альфа тангенске тең. Сосын косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа бөлінген 1 тең 1-ге себеп 1 бөлінген 1 болады. Келесі косинус квадрат альфа көбейтілген 1 қосылған тангенс квадрат альфа жақша ішінде бөлінген тангенс котангенске тең болады. Түсінікті. Керемет, отырам. Рахман және әдемі жұбы, тұрыңыздар. Оқы қойыңыздар. Косинус квадрат альфа жақша ашылған 1 қосылған тангенс квадрат альфа бөлінген тангенс
жақсы ашылған 180 косинус альфа тең барды котангенс альфа. Рахман. Бір азайтылған косинус квадрат альфа жақшаның ішінде бөлінген синус альфа көбейтілген косинус альфа тангенс альфаға тең болады. Тағы? Котангенс альфа көбейтілген тангенс альфа бөлінген бірге тең бірге. Себебі бір бөлінген бір болады. Керемет, өздеріңізге 3 балдан қойыңыздар. Барлығыңыз біттіңіздер ма жұптық жұмысты? Бәріміз біттік па? Болды, келесі кезекте жұптарыңызбен жұп бол, сіздің жұбыңыз мына жұптың жауабын тексерсе, сіздер тақтамен жұмыс жасадыңыздар. Сіздің жұбыңыз мына жұптың жауабын тексерсе, сіздер мына жұптың жауабын тексеріп, дұрыс еместігін анықтап, бір-бірлеріңізге 3 балды берсеңіздер. Келесі кезекте тригонометрия формулаларымен көп жұмыс жасап қойған сияқтымыз, бізде Мадияр шаршап отқан сияқты, мына жақта бізде Нұрсезім Аяулың шаршап отқан сияқты. Сондықтан бір сергіп алу үшін осындай сергіту сәтіне осындай жағдаяттық сұрақтарды шешсек, қалай ойлайсыздар? Сіздердің бұл жерде ой ұшқырлықтарыңыз керек, және де сіздердің ойлау қабілеттеріңіз керек болады. Мына жұпқа берейік, міне мынау жағдаяттық сұрақ сіздерге, жаңағыз, және де мында жағдаяттық сұрақ сіздерде. Келесі Мадияр өркен жағдаяттық сұрақ сіздерге, сіз екеуіңізге, және де сіз екеуіңізге жағдаяттық сұрақ. Ойлануға уақыт жоқ, бір оқып алыңыздар. 1 минут ішінде жауап берген жұпқа екеуіне де сәтті купон беріледі. Келесі жұпқа екінші болып жауап беретін екеуіне де сәтті купон беріледі. Үшіншіден бастап тек бір жұпқа бір сәтті купоннан беремін. Сондықтан жылдамдатамыз. Бізде бірінші жұп анықталды, Айша? Сұрақ, жұмыс беруші жұмысшыға мен саған бәрін бере аламын, құрал кеңсе жоғары жалақы. Бірақ бір нәрсені сен маған беруің керек деді. Ол не? Уақыт болып саналады. Уақыт. Гаухар, келісесіз бе? Иә, келісем. Ақшаны не істейді? Ақшаны бере алады, құрал кеңесі жоғары жалақы бере алады. Алайда оның уақытын ол жүктеп ешқалай бере алмайды, себебі оның жеке уақыты. Ешқашан уақытты қайтарып бере алмайды. Міне. Келесі. Біз. Сұрақ. Екі ағаш кесуші жарысты. Біріншісі күні бойы тынбай жұмыс істеді. Екіншісі әр сағат сайын 10 минутқа жоғалтып кетіп отырды. Күн соңында екінші ағаш кесуші көбірек ағаш кескен анықталды. Ол 10 минут бойы не істеді? Өз балтасын қайрады. Келісесіз бе, Аяулым? Иә. 10 минут бойы демалуы мүмкін. Емес па? Мен ойымша, біріншісі демалған, ал екіншісі қайраған. Керемет, сіздер секілді жұптасып жұмыс жасаған. Келесі кім жауап береді? Бар ма жауаптағы? Тұрыңыздар. Бір кәсіпкер 2 үміткерді жұмысқа алмақшы болды. Бірінші өз ісінің нағыз маманы. Бірақ және де өзімен тіл табыса алмайды. Екінші тәжірибесі аздау, бірақ үйренетін және адамдармен жақсы қарым-қатынастар. Кәсіпкер екіншісін де таңдады. Бұл жерде бізде кәсіпкер біріншісін таңдаған жоқ, екіншісін таңдады. Бұл жерде адамның мінезін өзгерте алмайсың, ал жұмысқа құштар болса, ол ары қарай жұмысын істей береді. Алинұр, сіз қандай кәсіп таңдағыңыз келеді, қай жерде жұмыс жасағыңыз келеді? Болашақта машинист мамандығын таңдаймын. Ол жұмыста мінез маңызды ма? Иә. Мінез маңызды. Әдемі. Осымен сергіту сәтін бітірсек. Ғимарат салып жатқан үш адамнан не істеп жатқанын сұрайды. Біріншісі тас қалып жатырмын дейді. Екіншісі ақша тауып жатырмын дейді. Ал үшіншісі мен зәулім сарайда болып жатырмын деп жауап береді. Олардың ішінде қайсысы өз ісінің нағыз шебері болады? Менің ойымша, үшінші шебер өз ісін нағыз жасайды. Ол мен зәулім сарай тұрғызып жатырмын деп өзінің мақсатын және шабытын ашып беріп жатыр. Ал бастапқылар тас қалап және ақша тауып жатырмын дегендер өзінің пайдасына ғана жұмыс жасайды. Керемет жауап. Ал енді сергіту сәтіне бәріміз өз-өзімізге бір қол шапалақтап қойсақ, барлық жауап керемет шықты. Келесі, барлық сергіту сәтіндегі сұрақтар, жағдаяттық сұрақтардың бәрі неге қатысты? Логика. Неге қатысты?
ағаш кесуші, құрылысшы, ұста, маман. Сәуір айы қандай құндылық айы? Қайдан кім біледі? Сәуір айы қандай құндылық айы? еңбекқорлық және кәсіби білім. Кәсіби біліктілік және еңбек қорлық. Керемет. Келесі кезекте бізде жеке жұмыс, осымен бізде жұмыстар қатары соңына жетеді. Жеке жұмыс бойынша дескриптор, негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті қолданады, өрнекті ықшамдайды. Жалпы 2 балл. Сіздерге қазір осындай үйлестірме қағаздарын беремін. Сол жақта аттарыңызды жазып, жұмыс жасайсыздар. Түсінікті ғой, иә? Үстіне есімдеріңізді жазыңыздар. Осыны біз айтты. Иә, осыған жазасыздар, дәптерге шығарасыздар да, оған жауап жазыңыздар, иә? Есеп бар ма? Біттік бар. Біз біттіңіздер, иә? Біттіңіздер. Рахман Адемов, біттіңіздер ма? Ал болды, доғарамыз. Кім бізде оқымады, сабаққа белсенді қатыспады? Бізде келе ғой, тұра ғой. Бізге жауаптарын оқи ғой, есептердің. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа қосылған тангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Керемет, иә. Бір азайтылған косинус альфа жақшаның ішінде 1 қосылған косинус альфа тең синус квадрат альфаға тең. Синус альфа көбейтілген котангенс альфа тең косинус альфа. 1 бөлінген косинус квадрат альфа минус тангенс квадрат альфа тең 1-ге. Керемет. Тепе-теңдіктерді дұрыс тапқан, дұрыс дәлелдеген, өрнекті ықшамдаған және де өрнектің мәнін дұрыс таба алған. Керемет. Өзіңізге 2 балды қойыңыз. Бағалау парағы соңына жетті. Ендігі кезекте бағалау парақтарыңызға, осы жеке жұмысқа барлығы дұрыс болса 2 балл, бір қате болса 1 балдан қойып шықсаңыздар. Тезірек бағалау парақтарыңызды толтырыңыздар. Осы уақытқа дейін алған топтық жұмыс, жеке жұмыс, жұптық жұмыс, барлық жұмыс кезеңдерінде алған балдарыңызды бағалау парақтарына белгілеп шықсаңыздар. Біттіңіздер ма? Біттіңіздер. Қазір біздер 2 микрофон әдіс арқылы оқушылардан кері байланыс алатын боламыз. Сабақ бойынша, иә? Өткен бастайсын, шетесінен кезек-кезек топ мүшелеріне Бүгін тригонометрия формулаларын жаттап үйрендік. Және, келесі. Тригонометрия формулаларын іс жүзінде қолданып үйрендім. Керемет, Рахман. Біз сәуірдің айын қоса өтіп, тригонометрия туралы бір сабақ өттік. Мен тригонометриялық формуларды жаттап үйрендім және де білдім. Бүгінгі сабақта тригонометрияны терең зерттеп, өте көп затты білдім. Бүгінгі сабақта мен тригонометрияға қатысты көп есептер шығарып оларды түсіндім. Керемет, мақсатқа жеттік па? Мақсатқа жете алдық па сабақ басында қойған? Керемет. Келесі, 2 микрофон әдісі, 2-ші топ бастаңыз. Топ мүшелеріне кезек-кезек бересіз. Сабақ бойынша кері байланыс. Мақсатқа жеттік пе? Мен бүгін тригонометрия есептерін шығарып, оларды үйрендім. Бүгін сабақта маған жұптық жұмысы болды. Косинус квадрат Алинұр, косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа неге тең? 1-ге тең. Тақтаға қарайықшы. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа бізде неге тең болады? 1-ге. Тақтадағы формулаларды бір қайталап жіберейік. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа неге тең? 1-ге тең. Тангенс альфа неге тең? Синус котангенс альфа. Тангенс көбейтілген котангенс альфа. 1 бөлінген косинус квадрат альфа. 1 бөлінген синус квадрат альфа. Керемет, жарайсыздар. Шынымен де сабақтың мақсатына жеткен екенбіз. Ендігі кезекте 10 балл алған оқушылар тұрамыз.
Сабақта 10 бал алған оқушылар. Керемет. Сыныптың 6 оқушысы бізде 10 бал алды. 9 бал алған оқушылар, тұрамыз. Керемет, 1 оқушы, 2 оқушы, 4 оқушы бізде 9 бал алған екен. 8 бал алғанда тұрамыз. Керемет, өткен 8 бал алды. 7 бал алған бар ма? 7 бал алған жоқ. Бұл деген есепті шығара алдық деген сөз. Келесі кезекте үй жұмысына. Сіздер бүгін өрнекті ықшамдап үйрендіңіздер. Формуланы қолданып үйрендіңіздер, я? Ендігі кезекте сіздерге осындай тағы да жағдаяттық комикс беріп жіберсем үйге, бұл жерде сіздер осы негізгі 6 тепе-теңдікті қолдана отырып, бұл жағдаятты шешетін боласыздар. Түсінікті ғой, я? Үй жұмысы. Күн сәулесі, күн панелі туралы комикс есебі. Ал осымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ соңына жетті. Және де менің айтқым келетіні, мен де сіздермен бірге сабақтың басында өзім алдыма қойған мақсатыма бүгін жеттім деп айта аламын. Келесі кездескенше, келесі сабақта, және де мен қорыта айтқанда, сіздер бүгін еңбектене отырып топтық жұмыс жасадыңыздар. Жұптық жұмыс, жеке жұмыс, сергіту сәтінің өзінде қандай керемет жауаптар бердіңіздер. Мен сенемін, сіздер Қазақстанның нағыз еңбекқор, адал азаматы болатындарыңызға. Ал осымен сау болыңыздар.